Сәлем менің кішкентай көрермендерім. Бүгін біз фермадағы үй жануарларымен танысуды жалғастырамыз. Балалар, айтыңдаршы, үйді қандай жануар қорғайды? Дұрыс айтасыңдар. Ол ит. Ит күзетші әр адамның досы. Ежелден атам қазақ итті құрметтеп, 7 қазынаға жатқызған. Иттердің есту қабілеті өте керемет дамыған жануарлар. Олар алыстағы жау не ұрыны бірнеше шақырым жерден сезеді. Балалар, менімен қайталаңдаршы. Ит, ит, ит. Жарайсыңдар. Келесі үй жануарымыз ол мысық. Үй мысығы өте таза хайуан болып есептеледі. Ауылда да, қалада да үйлерінде мысық ұстайтындар өте көп. Олардың кейбіріне мысық үйіне тышқан жоламау үшін қажет болса, екіншілері мысықты өзіне серік етеді. Қане, менімен бірге айта қойыңдаршы. Мысық. 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 Қандай ақылдысыңдар. Мал өсірсең, қой өсір деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Қой адам өміріне ең қажетті ет, сүт, жүн, тері, елтірі өндіреді. Менімен қайталаңдаршы. Қой, қой, қой. Керемет. Түйе ежелден шөлді, тұзды аймақтардың табиғат жағдайларына жақсы бейімделген, ыстықтарда апта бойына сусыз тіршілік ете алатын жануар. Қолайсыз табиғат жағдайларында азық ретінде пайдалану үшін өркешіне артық май жиналады. Сүтінен емдік қасиеті бар шұбат, май дайындалады. Қане, қайталаймыз. Түйе, түйе, түйе. Жарайсыңдар. Қазақ халқының ерекше қадір тұтатын жануарының бірі жылқы. Жылқының шаруашылықта маңызы өте зор. Ол ет және қымыз өндіру, салт міну, арбаға не шанаға жегу, әскери және спорттық бағыттарда өсіріледі. Балалар,
Менімен бірге қайталаңдаршы. Жылқы, жылқы, жылқы. Бәрекелді. Сиыр мүйізді күйіс қайтаратын жануар. Сиырдың сүті мен еті бағалы тамақ өнімдері. Балалар, сиыр қалай дыбыстайды? Дұрыс, сиыр мө деп өңірейді. Қайталап көрейікші. Сиыр, сиыр, сиыр. Жарайсыңдар. Бұқа. Бұқа мүйізді ірі қараның еркегі. Сиырға қарағанда бұқа ірі, салмақты да, едәуір ауыр. Балалар, менімен бірге қайталаңдаршы. Боқа, боқа, боқа. Жарайсыңдар. Ешкі мүйізді жұп тұяқты күйіс қайтаратын жануар. Ешкі сүті адам ағзасына өте пайдалы өнім. Оның құрамында әртүрлі дәрумендер бар. Балалар, ешкі қалай дыбыстайды? Дұрыс, ешкі мә деп маңырайды. Қанекей бірге қайталайықшы. Ешкі, ешкі, ешкі. Дұрыс. Осымен біз үй жануарларымен танысып шықтық. Балалар, осы сөздерді үйде қайталаңдар. Жарай ма? Біздің басқа бейнероликтерімізді жіберіп алмау үшін біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.